Бүгін біз салма жасаймыз. Етіміз пісуге дайын, енді нанын дайындап аламыз. Тұз саламыз, енді су құямыз. Нанымызды қатты қып істейміз, езіліп кетпеу керек. Міне болды, енді бір 5-10 минуттей иығанып тұрады. Етіміз міне пісіп жатыр, енді пиязды саламыз. Нанымыздың иығанды, енді бұны ысып аламыз. Міне нанымызды ысып алдық. Енді бір 10-15 минутке кептіріп аламыз. Енді сәбізін саламыз. Картоплын саламыз. Сарымсағын саламыз. Міне нанымыз кепті. Енді бұны кесеміз. Кесіп салмамызға саламыз. Міне нанымыз дайын. Енді етін түсіріп алып, нанын саламыз. Міне етіміз пісті. Енді нанын саламыз. Тұз саламыз. Нанымыз салдық, енді қайнағасын аламыз. Міне салмамыз пісті. Мінекей. Қандай тамаша салма болды мінекей. Қолдың нанымен. Ал салмамыз дайын. Көрейік, дәмін көрейік. Тамаша. Нағыз салма болыпты. Қоп қою. Еті деген елжіреп піскен. Жүп-жұмсақ болып. Қолдың салмасы, картопымен. Мінекей, тамаша болды. Ас болсын, осылай істеңіздер.